Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Жансая. Мен бүгін сіздерге осындай керемет тойымды смузи дайындауға кеңес беремін. Бұл смузиді мерекелік дастарханнан кейін ертесінде таңғы астың орнына ішуге болады, организм демалу үшін. Менің арнамда осындай рецепттер бар, сондықтан да жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Смузиді дайындау үшін біз ең алдымен жемістерімізді турап аламыз. Алманың сыртын аршымай, тек ортасын ғана тазалап, осылай турап аласыздар. Кейін жақсылап тұрып блендердан езіп пюрелеп аламыз, және де сүтімізді қосып, тағы да жақсылап блендердан өткізіп аламыз. Осындай біздің смузиміз дайын болады. Өте оңай, тез жасалады. Қалауларыңызша корица және де бал қосуларыңызға болады. Дәмі өте керемет, жеңіл, бірақ әрі тойымды болады. Организм мерекелік дастарханнан кейінгі асқазанның тазаруына және демалуына өте жақсы, қолайлы жасалған таңғы асқа ішсеңіздер болады. Ас болсын!